Қысқасын айтқанда жаз басталды. Көптен күткен жазда басталды. Жазға деген менде көптеген жоспарлар бар. Мысалы, спортпен айналысу, неше түрлі блогерлармен видео түсіру, саяхаттау, көптеген кітаптарды оқу, ағылшын тілін үйрену, каналда 500 000 подписчикке жету деген сияқты. Мына жазды мен барынша пайдалы өткізем деп шештім. Блокнотыма бүкіл мақсаттарымды жаза бастадым. Өзімді 5 секундқа жаздан кейін елестеттім. Бірақ алдымен компқа отырып ойындар ойнап алайын деп шештім. Еш етпес егер бүгін демалсам, бүкіл мақсаттарымды ертеңнен бастап орындаймын. 2000 years later. Солай мен түнге дейін кайфовать етіп ойнадым. Сағатқа қарасам, сағат таңғы 6 болып қалыпты. Мәссаған, енді ертең обедте тұрам ба не деп сразу төсекке секіріп ұйқыға кеттім. Тұрсам сағат кешкі 6 болып жатыр екен. Мәссаған, мен күнімді ұйықтап тастаппын ғой деп өзімді кінәлай бастадым. Жақсы, вот ертеңнен бастап точно график бойынша бастаймын деп айттым. Жақсы, ертең бастайтын болғасын, бүгін онда тағы да компьютер ойнасам, еш етпес деп ойлаймын. Тағы да компьютерге отырып неше түрлі ойындар ойнадым. Сағатты қарасам таңғы 6. Қайттан төсекке секіріп ұйқыға кеттім. Тұрсам қайтадан кешкі 6 болып жатыр. Не болып кетті? Мына жолы будильникке қойдым таңғы 7-ге ұйықтап қалмау үшін. Сосын ұйықтадым. Мына күні әйтеуір дегенде таңертеңмен 7-те тұрдым. Мен әрине бұған қуандым. Енді арман мақсаттарымды жүзеге асыру керек. Спорт залға барайын деп шештім. Алайда жазылуға ұмытып кетіппін ғой. Сол себепті ертең барайын деп шештім. Жақсы, онда бүгін кітап оқимын дедім. Кітапты алып оқып бастадым, бірақ 5 минуттан кейін маған телефонға досым соғады. Кімнің звондап атқан, ё-моё, қайта. Так. Алло, кім бұл? Мен ғой Санжар, танымай қалдың ба не? Санжар, сенсің бе? Чё там қалайсың? Ничего, Нұрлан, баяғыша сол, ештеңе өзгерген жоқ. Өзінде қалай, барлығы жақсы ма? Айтпақшы Нұрлан, сен киноға барғың келмей ма? Короче, жаңа фильм шықты ғой Марвелдің. 545-ші фильмі шықты ғой, ё-моё, осы жылда. Көрген жоқсың ба? Давай бірге көрейік, шығайық кинотеатрға. Короче, анда Человек-паук, Дэдпулмен қосылып, Веноммен шайқасатын болады. Одан кейін еще оларға Люди Икс келеді. Еще, короче, трансформерлар көмекке келеді. Еще анда, короче, черепашки ниндзяларды қосып жүрген ғой, короче. В общем, кеттік, Нұрлан, бомба фильм болайын деп жатыр. Киноға барып фильм көреміз. Шыққаннан кейін сағатқа қарасам, кешкі 6 болып кетіпті. Келесі күні танатпай қайтадан 7-те тұрамын. Каналға видео түсірем деп күнімді жоспарлаймын. Идея іздей бастаймын, бірақ идея басыма мүлдем келмейді. Интернетке кіріп идея іздей бастаймын. Солай іздеп отқан кезде бір ойынның 50% скидкамен сатылып жатқанын көремін. Ё-моё, мен осы ойынды сатып алғым келіп жүрді ғой деп ойынды сатып аламын. Ал одан кейін ол ойынды ойнай бастаймын. Бір уақытта ойнап болғасын сағатқа қарасам, сағат кешкі 6 болып жатыр екен. Не болып кетті мына өмірге? Дәл осылай мен еріншектігім ұзақ созылып кетеді. Бір қараған кезде жазда бітіп қалады. Бұл видеоның мағынасы не? Достар, осындай адам болмаңыздар. Өйткені еріншектің ертеңі бітпес деп бекер айтпаған.